Байлар да жылайды. 13-ші бөлім. Жүрек құрғыр толқып тұрды. Асылбектің номерін тапқаныммен онан әрі аса алмадым. Қалай ғана асайын, мына жұмақтан кеткім келмейді. Өйткені тап қазір менің ойлап тұрғаным дұрыс емес. Оны өзім де білемін. Білмейтінім тек біреу ғана. Сол Асылбекке мен шынымен де керекпін бе, әлде жоқ па? Мүмкін ол менің қымбат көлігіммен, қымбат киіміме қызыққан болар. Мүмкін оған менің тек қана ақшам керек шығар. Бірақ неге ол маған сені күтіп жүрмін деді? Иә, тап солай деді ғой. Әйтпесе жасымыз 26-ға келді. Сынып бойынша үйленбеген 2 қыз бір жігіт қалған едік. Міне, мен де тұрмыс құрдым. Бірақ мені күйеуге тиген келіншек деуге бола ма? Мақұл, болады дейік. Бірақ онан маған не пайда? Сол күйеусімағымнан қайран болмаса. Енді Асылбек неге үйленбей жүр? Мүмкін мені күтіп жүргені рас шығар. Кім білсін? Сонда да асығуға болмайды. Қазірше сөйлесіп жүре тұру керек сияқты. Көзім жеткенде ғана жағасына жармасармын. Бірақ ол мені күтіп жүре бере ме? Өзі әп-әдемі жігіт. Кез келген қызды қанжығасына байлап құрықтай алады. Оған оның сөзі де, сымбаты да жетеді. Ол кезде енді мен тіпті де кеш қалуым мүмкін. Осылайша не әрі, не бері бола алмай, миым қатып көп жүрдім. Ал Сәкеңдікі әлі де сол баяғы жүріс. Гүлдермен мұңдасқаннан бері келмеді. Соңғы күндері тіпті де өзгеріп кетті. Жұмысқа да өзім сүйреп барып келіп жүрдім. Айтқандай, жұмыс демекші, осы жұмыстың да берекесі кете бастады. Өйткені бұрынғыдай табыс түспейді. Қала күн сайын үлкейгенімен бәсекелестер де көбейе түсті. Ал кейінгі кездері тіпті жауыннан соңғы саңырауқұлақ сияқты әрбір ұшта бір дәріхана пайда болды. Ол аздай тәулік бойы 24 сағат жұмыс істейтіндері ашылды. Бұл әрине біздің бизнеске кері әсерін тигізді. Осылайша біздікі құздан құлап бара жатты. Ал Сәкеңнің онда шаруасы болмай, өзімен өзі арпалысып жүргеніне 2 ай болды. Не бәйбішені ұмытпады, не мені қарқ қылмады. Тіпті ішкілікті үйге келіп қойып ішетінді шығарды. Енді ол мас деп мас емес, сау деп сау емес, пайдасыз боз өкпеге айналды. Әрине, бұл мен күткен еркек емес. Бірақ та менің тек қана осы адамның амандығын Алладан сұраудан басқа амалым жоқ. Өйткені мына дүниенің бәрі осы кісінің атында. Соңғайда сүйреп жүріп, өз көлігімді өз атыма өткізгенім бар. Онан басқа түгім жоқ. Әлде қандай жағдай бола қалса, қу тіземді құшақтап, қу тақырда қаларым анық. Демек маған енді әрекет жасап, тым болмаса мына үйді атыма алуым керек. Сосын 2-3 дәріхананы өз атыма аударуым керек. Міне, осының бәрін Асылбек үйленіп кетпей тұрғанда үлгеруім керек. Ал енді ол үйленіп кетпеу үшін не істеуім керек? Оның жауабы дайын ғой. Ол үшін мен оған үміт беруім керек. Қоңырау соқпасам да хабарлама жазып үміттендіре түсуім керек. Орайы келгенде кездесіп кафеге баруым керек. Бірақ онан әріге аспауым керек. Өйткені ол қауіпті. Міне бұл табылған ақыл. Міне, қысқасы, енді қалғаны осы ойымды жүзеге асыру ғана болды. Алайда мен екі ортада жүйкем тозып көп жүріп алдым. Өйткені нақты бір шешімге келе алмай басым қатты. Сол үшін де мына Сәкеңмен сөйлесуді ұйғарып іздей бастадым. Қазір ғана үйде жүрген ізім қайым жоқ болғанын қарашы. Жүгіріп барып терезеден үңілдім. Әне, менің ойлағаным дөп келді. Айттым ғой, бұл бозөкпе тағы да сол гүлдердің арасында отыр. Отыр деп отырған жоқ, тіпті шалқасынан түсіп жатыр. Ойбай, құрсын, өліп қалмаса болар еді деп айғайға бастым. Сәке, ау Сәке, неғып жатырсың деймін. Эх, Сабираш, дейді ол маған басын әрең көтеріп. Қап құрғырай,
мынауың уылдаймас қой, тіпті әндетіп жатқан түрін қарашы. Жүгіре жортып үйден шықтым да жетіп барып жұлқылай бастадым. Абырой болғанда орнынан өзі тұрып әндете бастады. Сүйемелдеп жүріп үйге кіргіздім. Қаным басыма шауып тұрса да жақ ашпадым. Қысқасы, бүгінше деп үндемедім. Содан тағы да мені ой басты. Негізі маған осының ішкені де жақсы сияқты. Өйткені ішкілікке салынған адамнан үкімет баланы алып қояды. Демек, қамқорлыққа маған береді деген сөз. Сонда осы баламен бірге мына мүліктің бәрі менікі боп шыға келеді. Міне бұл табылған ақыл емес пе? Ішсін, ішсін. Ішіне сыйғанынша ішсін. Мұнан маған пайда келмесе, жамандық келмесі анық. Қайтейін енді, болашақта күйеуім боп жарытпайтыны көрініп тұр. Әттең, өлмеген соң аты бар, атында сонша заты бар адам. Бұл маған сол үшін де керек. Қысқасы, маған Сәкеңмен сөйлесудің сәті ертесіне түсті. Кештікке отырғаным сол екен. Сәкең де жуынып шайынып үстелге кеп отырды. Содан әй-шәй жоқ әңгімеге басты. Балам қалай? Менің балам дейді, қарнымды сипалап. Ойбай, мынаған неғып бала керек болып қалды екен деймін. Арағын ішіп гүліне су құйып жүре бермеді ме екен? Не дейін бұған? Балаң жақсы дедім. Баладан үмітің болса ішкеніңді қой. Анау бизнес болса кері кетіп жатыр. Ал саған бәрібір сияқты ғой дедім. Мына сөзге көз аларып таңдана қарады. Таңданбай қайтсын, мен оған сен деп сенсіреп тұрмын. Шынымен де соңғы күндері сізден сенге көшкенім рас. Ішкен сорлы оған мән бере қоймаған. Тап қазір сап-сау отыр. Сол үшін де сен деген сөзіме селт ете қалғаны анық. Сабирашан дейді. Сабираш, маған аздап уақыт берші. Мен өз-өзіме келіп алайын. Сонан соң бәрі де жақсы болады. Тек сыйластығымыз кетпесінші. Түсінесің бе? Ол менің 20 жыл отасқан әйелім ғой. Қалай ғана ұмыта саламын дейді. Ойбой, ақмағым-ай, ұмытпай қайда барасың енді? Өлгеннің соңынан өлмек жоқ деген тірі адам тіршілігін жасау керек қой. Бұл болса әлі сол запыран құсып зарлап бәйбіше деп толғатып жүр. Қайтейін енді, не дейін? Ішімдегінің бәрін ашып айтқым кеп жіпке тізе бастадым. Жарайды, мақұл дедім. Бәрі де сіз айтқандай бола қойсын. Сізді сыйлап отыңызбен кіріп күліңізбен шығайын. Керек десеңіз бұл өмірден сіз деп қана өтейін. Мен негізі соған бас тігіп тоқал болған әйелімін. Сізді сыйлаған адам мендей ақ сыйласын, Сәке. Бірақ ертеңнен бастап біз екеумізге біраз құжаттарға жүгіруіміз керек боп тұр. Өйткені әне-міне дегенше мен сіздің ұлыңызды дүниеге әкелемін. Бұл да соңғы күндері тыпыршып ішімді тепкілеп жүр деп құрсағымды сипап қойдым. Негізі осы құрсақ сипағанымның жаны барын білемін. Мейлі сау болсын, мейлі мас болсын, мен оның көзінше құрсағымды сипасам болды, бұл сорлы емпілдеп жүгіріп кетеді. Міне қазірде тап сондай болды. Ол мені құшағына тартып, бауырына қыса түсті. Сонан соң қарныма басын қойып, еңкілдеп жылап алды. Бірақ тағы да сол баяғы ескі әуеніне басты. Жаным менің Сабираш, бұл менің ғана емес, Қарашаштың да арманы еді ғой. Әттең осы тойды көр алмай кетті, жет алмай кетті. Соңында қара жер жалмап тынды. Қайтейін, сұм ажалдың құрығынан құтыла алмады. Білесің бе жаным, мен оны апармаған әулием қалмады, бармаған елім қалмады. Анау Израильге де апардым, Германияға да апардым, тіпті сонау Америкаға да апардым. Ал Қытай дегеніне айына 2 рет апарып әкеп жүрдім. Сонда да ешкім араша түсе алмады. Қайтейін дейді өксіп отырып. Қысқасы, мұнадан соң менің оған айтарға сөзім қалмады. Өйткені маңырап отырған адамға құжат жайлы сөйлеудің өзі артық.
бұл енді адам болмайды. Осылайша жүріп бір күні іш құса боп өледі. Себебі бәйбішесі қайтқан 2 айда бұл адамда бері қарай өзгеріс жоқ, керісінше кері кетуде, ішетінді шығарды. Оның үстіне еркектік қабілетіне де күмәнім бар. Еркек деген аздап салмақты болса екен. Айтқандай, бұл өз аузымен оны сүйемін демеп пе еді. Мені ше десем, сені сыйлаймын деген. Демек, бұл мені сүймейді, тек ішімдегі ұлы үшін ұстап отыр. Мұндай адамнан бәрін де күтуге болады. Мен негізі бұлардың ойларын о бастан-ақ сезгенмін. Мейлі, оны да көрерміз әлі, көрсетермін әлі. Сен сүймесең, сүйем деп өліп-өшіп жүргендер бар. Ал сен арағыңды ішіп, гүліңді құшақтап жүре бер. Тіпті сол жерге түнесең де өзің білесің. Тек сенің қолыңдағы құжатты алсам болды. Менің ендігі арманым осы ғана. Қысқасы, сондай оймен орнымнан тұрып, мен өз бөлмеме кеттім. Ал ашылған арақтан бір стакан сімірген Сәкең үстелге басын қойып қала берді. Осылайша күн соңынан күн жалғасып, тағы да бір апта өтті. Біздің арамыз онан сайын алыстай берді. Осыдан 6 ай бұрынғы Сәкең енді адам танымастай өзгерді. Самайдағы ақ шаш тас төбесіне шығып құйқасына жетті. 2 бетін әжім басып белдеу торлай бастады. Сонда да менің бұл адамға жаным аши қоймады. Өйткені үйсіз күйсіз жүретін қаңғыбасқа ұқсап кетті. Осылайша кешегі Сәкеңнен бүгін үмітім үзілді. Керісінше Асылбекке деген құштарлығым арта түсті. Міне, тап қазір де сол Асылбектен хабарлама келіп тұр. Тіпті бір емес бірнеше хабарлама келіп тұр. Ашып алып бір-бірден оқып отырмын. Әрқайсысы жаныммен басталып, күніммен аяқталып тұр. Құрғыр жаныма сондай жағып барады. Сабыр, енді сабыр, шыдай тұр жаным, шыдай тұр. Ертең-ақ біз екеуміз осы қаланың ең бай, ең бақытты адамдары боламыз. Өйткені мен сені шын сүйемін, Асылбек. Жалғасы бар.